Классындағы қыз баланың шашынан тартып, бетінен шапалақтап басынып жатыр еді. Класстағы басқа оқушылардың барлығы Содырдан қорқатындықтан үндей алмай тұрғанда, осы класстағы ең жуас жігіт Жуасбек келіп, Содырдың қолынан тартып, жалынайын қыз дұрмаш деп еді. Содыр артына бұрылып, енді Жуасбекті бір жағынан сабап, бір жағынан боқтап, бір теуіп шығып жіберген соң, қайта қызға қайырылып еді. Жуасбек қайта орнынан тұрып, қолына бір қаламды алып, Содырға сес көрсеткендіктен, Содыр қайырылып келіп, Жуасбектің қолындағы қаламын тамағына тақап, мықты болсаң қане сұғып жібермейсің ба деп еді. Жуасбек қол сала алмағандықтан, Содыр қаламды көзіне тақап, тамағыма тыға алмасаң көзіме сұқ деп сес көрсетіп, бұны естіп өзіне ұстай алмаған Жуасбек шынымен қаламды оның көзіне тыға салады. Осылайдан ашуын ақылына емес ақымақтыққа жеңдірген Жуасбектің бұл ісі басына пәле болып тиіп, қасақана адам жарлау қылмысымен айыпталып, бірден 3 жылға сотталады. Сөйтіп ол түрмеге кіре салған күні-ақ басқа қылмыскерлердің ақымақ қылуына тап болып, Қабан деген бір қылмыскермен қол шоқпарлары Жуасбекті сүйреп бір жерге апарып сабамақ болып, алып кетіп бара жатқанда алдарынан бір адам шыға келіп еді. Қабан қорыққаннан адамдарына Жуасбекті босат деп ишарат көрсетіп, Қабанның қол шоқпарлары келе жатқан адам жандарынан өтіп бара жатқанда Жуасбекті құшақтап алып еді. Жуасбек Қабандардың бұл адамның алдында бұлайша қорыққанына қарап, әсілі бұл адам мықты біреу ұқсайды деп ойлап бұлқынып барып, артына қашқан бойдан жаяқ адамның етегіне жармасып, мені құтқарып алыңыз деп жалына жөнеледі. Әсілі бұл адамның аты Мықтыбек болып, осы түрмедегі барлығы сескенетін ерекше соғысқыш қылмыскер еді. Жуасбек оған жалынып жатқанда Қабандар да жетіп келіп, Қабан Мықтыбекке бұл іске араласпа, ананы бізге бер деп еді. Бірақ Мықтыбек көп сөйлеместен Жуасбекті ертіп кетпек болғанда, Мықтыбектің өзіне бет бермегеніне ашуланған Қабан Мықтыбекке атылып, нәтижеде Мықтыбек оны бірден ұрып жатқыза салады. Ал тіпті де көп қазақша киноларды көру үшін сол жаға аяқ жақтағы жалғанымды басып, шалқар кескін деталын түсіріп алып көрсеңіздер болады. Осылайдан Жуасбек Қабандардың мазалауынан бір рет құтылғанымен, үйрену уақытында Қабан оған сүзе қарап, бұдан қорыққан Жуасбек ендігі күндердің Қабанның соққысында өтетінін ойлап мұңайып тұрғанда, оны біреу іздеп келген болып, Жуасбек өзін іздеп келген адамды көргелі келсе, бұл келген адам Содыр болып, ол Жуасбекке сен қалам тығып алған көзім әлдеқашан керектен шықты. Әйтеуір жаным тірі болса түрмеден шыққанда сөзсіз кегімді алам деп, бұны естіген Жуасбек қорыққаннан одан кешірім сұрағанымен, Содыр кешірудің орнына түрмеден шыққанымды күтем деп сес көрсетеді. Осылайдан Жуасбек түрмеде елдің таяғын жеп, шыққан күннің өзінде де Содырдың қолынан қашып құтыла алмайтынын ойлап, шипаның біткен жері осы болды деп еңіреп қайта оралғанда, Қабан Мықтыбектің жоқ кезінен пайдаланып, оны әбден басынады. Фильм ұнаса ақша жүрек беріп, мені қосып алыңыз. Келесі мазмұнда тіпті де керемет киноларды жаңалайтын боламын.